Көрісу күні қазақ халқының көктемнің келуін, жаңаруды білдіретін әр халқымыздың дәстүрлі мейрамы ретінде ерекше орын алады. Ол Наурыз мерекесінің алдында 14 наурызда аталып өтеді. Бұл күннің басты мәні өткен жылғы өкпе-назды ұмытып, адамдар арасында татуласу, бір-біріне жылы лебіздер айту, көңілдегі реніштерді кешіріп, жаңа жылды ізгі ниетпен қарсы алу. Көрісу күні көктемнің алғашқы белгілері ретінде қазақ қоғамының ынтымақ пен бірлікке, кең пейіл мен мейірімділікке деген құштарлығын айқындайды. Жас пен кәрі бір-бірімен амандасып, үй-үйді аралап, жақсы тілектер айтып, көңілдерін көтереді. Бұл күннің тағы бір маңызды қыры үлкендердің батасын алу. Жастар үлкендерден бата алып, олардың ақыл кеңестеріне құлақ асып, өзара сыйластықты нығайтады.